Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат тарады. Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Роза Рымбаева естелігін айтып, жұрттың сынына қалды. Роза Рымбаева естелігін айтам деп, жұрттың сынына қалды. Әнші Роза Рымбаева басынан өткен бір уақиғасын айтып, жұрттың сынына қалды деп хабарлайды Демократ.кз. Кезінде Республика сарайына жетемін деп жаяу бардым. 66 автобусқа Жандосов, Айманов аялдамасынан өтіп, 3 аялдамадан кейін түсіп қалып Республика сарайына дейін жаяу барғанмын. Себебі маған Сара апам терезеден қарап отырасың, сарай көрінгенде түсіп қаласың деп, содан мен өзіме сарай тигр аялдамасында көрініп, сол жерден түсіп қалып, сарайға дейін жаяу бардым. Себебі ол кезде Алматыға бірінші рет келуім еді, дейді әнші. Роза Рымбаеваның бұл естелігі жұртқа аса ұнай қоймайды. Осыны да әңгіме етіп айтып тұрма. 3-4 аялдама жүру де сенсация ма? Мақпалға жетпейді. Халық үшін істеген сөзі жоқ. Басқа не айтады? Өмір бойы жаяу жүргенбіз. Мына кісі тозып кетіпті. Танымай қалдым дегенге сиятын пікірлер жазуда жұртшылық. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.